Достар, видеоны аты айтып тұрғандағыдай, қазір біздің Қазақстанмен, яғни Орал қаласы мен Ресейдің Москва қаласындағы тамақтардың ценасын салыстырамыз. Мен май айында Москваға, Питерге барған болатын, каналда видео бар, содан қарасаңыздар болады. Және сол жақта мен не жедім, не іштім деген сияқты. Мүмкін біреулеріңіз барып атсаңыздар, продуктлар қаншадан екен білгіңіз келетін шығар. Соған сондай адамдарға көмектесін деп осындай видео жасап жатырмын. Ценаларын салыстырып қараймыз. Қазақстан және Ресей. Нақтырақ айтсақ, Орал, Москва. Бағалардан шатыспаш үшін курсты айта кетейін. 1 рубль құны 5-5 теңге шамасында. Ыңғайлы болу үшін 5-ке көбейтейік. Сонда шамамен бағалары шығады. Калькуляторларыңызды дайындаңыздар, видеоны бастаймын. Сүттен бастайық. Сүт простоквашино 128 рубль тұрады. Сүттер әртүрлі процентіне байланысты 500 теңгеден бастап 800 теңгеге дейін барады. Осындай коробкалар, ондай пакеттегілер 400 теңгеден 550 теңгенің айналасы. Фанта, кола дегендердің барлығы добрый болып қойған. Сондықтан просто минеральный су без газа. Содан бастаймыз. Баналка 0,5 64 рубль. Минерал су 0,5 260. Добрый сок 154 рубль. Добрыйлар 478. 600 теңгенің айналасы. Барнидің 4 ценасы, 3 ценасы 99, 27, 172. Орташа есеппен 27 деп есептейік. 773 теңге барни. Йогурттың түрі бар. 30 рубль, 36 рубль, 35 рубль. Орташа есеппен 33 рубль деп есептейік. Йогурттар әртүрлі 275 теңге, 164 теңге, 195 теңге. Сникерс 67 рубль, Сникерс 340 теңге, Орбит 40 рубль, сағыздар 235 теңге. Шағу май немесе шемечке май 224, 28 бар, 181 бар екен, 181 деп есептейік. 1 литрлік май 807 теңге, 677, 509 теңге. Сол примерно орташа 670 теңге. 12 килограмм 77, 128, 91. Орташа сол 91 рубль деп есептейік. 700 теңгедей. Skittles 51 рубль. M&M's 58 рубль. Skittles кішкентайы 288, үлкені 480 теңге. Чокопай 189 рубль. Байқағаныңыздай, бағалар Москва мен Оралда шамалас. Кей тағамдар Москвада қымбат болса, кейбірі Оралда қымбат. Негізінен бұл жақтағы Қазақстандағы баға мен шетелдегі баға қатты айырмашылық көп емес. Шамалас, қатты прям 2 еседей қымбат емес деп ойлаймын. Сондықтан қорықпай шетелден де, магазиндерден, супермаркеттерден тамақ алып жей беруге болады деп ойлаймын. Көп ақшаңыз кетпейді. Фрукты көрейік. 90 рубль. Пияз 99 теңге. Морковь 70 рубль. Морковь 99 теңге. Картошка 170 рубль. Картоп 116 теңге. Капуста 24 рубль. Капуста 169 теңге. Апельсин 80 рубль. Апельсин 999 теңге. Банан 116 рубль. Банан 988 теңге. Томат дейді, помидор ғой бізде. Орташа есеппен 200 рубль. 3 цена тұр. Ортасы 200 рубль. Помидорлар қымбат екен. 208 теңге. Алманың түрі бар екен.
120 рубль, 130, 150. Орташа 150. Жоқ, 130. Айманның түрі бар екен. 535 теңге, 575 теңге, 552 теңге. Продуктлардың ценалары примерно бірдей деп ойлаймын. Шамалас, қатты үлкен айырмашылық жоқ. Сондықтан екі жақта да шамалас деп айтса болады. Бір жақтарда қымбаттау, бір жақтарда арзандау болуы мүмкін. Жалпы адамдар осындай елге барғанда тамақтардың бағаларын білгені жақсы деп ойлаймын. Сіздерге де пайдасы тиер деген ойдамын. Егер де осындай видео қызық болса, комментке жазыңыздар. Барған елдерінен контент түсіріп алып келетін боламын. Бұл видеода мен сіздерге екі елдің бағаларын салыстырып көрсетіп жатырғаным. Өздеріңізге керегін аласыздар. Қызық болса каналға тіркеліп, колокольчикті басып достарыңызбен бөлісіп жіберіңіздер.